Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті мұсылман бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде былай дейді: қасындағы асхабына сендерге жәннаттықтар жайында, жәннатқа баратын пенделер жайында хабар берейін ба деді. Сонда сахабалар: я, о Алланың елшісі, хабар беріңіз. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әл-жуаз, жуас болған, қарапайым болған мұсылман, ол Алланың атымен ант етіп дұға жасаса, оның дұғасы қабыл болады. Содан соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сендерге тозақтық тұрғындардан хабар берейін ба деді. Сонда сахабалар: я, хабар беріңіз деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям барлық қатыгездер, залымдар, Алла берген дүние мүлікті Алланың жолында жұмсамайтындар, сараңдар, сонымен қоса үшіншісі ол тәкаппарлар деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз жәннатқа кіретін тұрғындар, жәннатқа баратын пенделер жайында сұрағанда сахабалар: о Алланың елшісі, біздерге ол жайында хабар бер деп, олар жәннаттық болатын пенделердің амалын қалай болатынына қызықты. Пайғамбарымыздан оны сұрады. Қарапайым мұсылман болады, оның бір мансабы, дүниесі жоқ. Керек болса үлкен үйде болмауы мүмкін, қарапайым көлігі болуы мүмкін, қарапайым киімі болуы мүмкін. Бірақ ол Алланың сүйген құлы, ол Алла үшін жасайды әрбір ісін. Міне сондай мұсылман Алланың сүйікті пендесі болғандықтан Алланың атымен ант етіп дұға қылса, оның дұғасы қабыл болады. Ал енді тозақтықтар жайында хабар берейін ба дегенде, сахабалар осы тозақтықтардың жасап Алланың рахметінен, Алланың мейірімінен махрұм қалатындардың жағдайын білу үшін және қандай амалдармен Алланың рахметінен ұзақтап кетуін білу үшін пайғамбарымыздан сұрады. Міне осы амалдарға бармау үшін. Біріншісі залымдар. Адам баласы бірінші өзінің нәпсісіне зұлымдық етеді екен. Оны Аллаху субхана ва тағала жаратып қойды және жаратылыстарының, мақлұқаттарының ішінде ең абзалы етті. Оған ақыл берді адам баласына, өзіне құлшылық жасау үшін. Керісінше олар Аллаға құлшылық жасамастан, Алланың жерін басып жүріп, көктен түскен, жердің астынан шыққан суын ішіп жүріп, түрлі нығметтерін көріп тұрып, Аллаға құлшылық жасамайтындар бірінші өзінің нәпсісіне зұлымдық жасағандар болып табылады екен. Екіншісі, Алла оларға дүние мүлік берді, бірақ дүние мүлікті меніңкі деп ойлады. Мансапты менің қолыммен өзім таптым деді. Жоқ, Алла оған берді. Егер оған Алла екі көз бермегенде, оған аяқ пен қол бермегенде, бұндай мансапқа, дүние мүлікке жете алмас еді. Осыны Алла жолында жұмсамастан сараңдық жасағандар тозақта болады екен, Алла сақтасын. Үшіншісі тәкаппарлар. Ақиқат айтылған кезде, Алланың туралығы, Алланың тура жолы айтылған кезде, бұдан бет бұрғандар, міне осы тәкаппарлық жасағандардың басы болып табылады екен. Алла бұдан біздерді сақтасын, өзінің сүйікті пенделерінің қатарына болсын. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.